Бизнесті дамытуды мақсат тұтқандар да түрлі деңгейдегі мәслихаттардың депутаты болуға ниетті. Олар қазірдің өзінде сайлау учаскесіне келіп тіркелуде. Басым бөлігі өзін-өзі ұсынғандар. Арасында жастардың да қатарда баршылық. Экранға зер салайық. Елордалық кәсіпкер Алмаз Ким Нұр Отан партиясының мүшесі. Астана қаласы мәслихатының депутаттығына өзін-өзі ұсынып көрмек. Бүгін сайлау учаскесіне келіп, үміткерлердің қатарына жазылды. Орта және шағын бизнестің дамуына өз үлесімді қосамын дейді. Если малый средний бизнес. Егер орта және шағын бизнес елімізде дамыса, бюджет қосымша қаражатпен толығады. Барлық мемлекеттік бағдарламаларды орындауға жаңа мектеп, емхана, балабақшаларды салуға мүмкіндік болады. Бұл салада жүргеніме біраз уақыт болғандықтан проблемаларды қалай шешудің жолын білем. Ақжол демократиялық партиясының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы сайлау алды бағдарламаларын пысықтауда. Қазір үміткерлер учаскелердегі сайлаушылардың тізімімен танысып жатыр. Заң ғылымдарының докторы Қуат Рахымбердин партия ұсынған тізімге енген. Қазір оған қаладағы 5 учаске бойынша 30-дан астам ерікті мен 10-ға жуық сенімді өкіл көмектесіп жүр. Қуат Рахымбердин Ақжол партиясының республикалық 13-ші съезінде қабылданған сайлау алды бағдарламасын негізгі бағыт етіп алған. Бұл саяси ұйымның белсенділері шағын және орта кәсіпкерлік саласын дамытып, жастардың бизнеспен шұғылдануына бағыт-бағдар бермек. Біз жастар мен студенттер, тіпті оқушылар қаламыздың қоғамдық саяси өмірі мен сайлау жүйесіне белсенді араласуға шақырамыз. Сондықтан 3 жыл бұрын өз университетімізде жас еріктілердің орталығын құрдық. Сол жерде әртүрлі мәселелерді талқылаймыз. Ауған соғысының қанды қырғынынан аман оралғандардың бірі өскемендік Олег Фролов. Бүгінде ол бейбіт өмірдегі қоғамдық шараларға белсене қатысады. Ардагерлер кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, қаруластарының ортақ мәселелерін шешуге атсалысуда. Қалалық мәслихаттың 5-ші шақырылым депутаты алдағы сайлауға тағы да қатыспақ. Олег Фролов жергілікті Нұр Отан партиясы филиалының атынан депутаттыққа ұсынылды. Бүгінде әлемдегі жағдай тұрақты емес, дегенмен біздің бағытымыз бен мақсатымыз айқын. Ол Қазақстан 2050 стратегиясы мен Нұрлы жол бағдарламасы дейді ауған соғысының ардагері. Для ветеранов войны в Афганистане. Бүгінгі күні елімізде ауған соғысы ардагерлері үшін медициналық көмек беру және сауықтыру шараларын ұйымдастыру деңгейі жоғары. Әрбір ардагер үшін Алматы, Астана қалаларына барып, денсаулықтарын түзеп, ем қабылдауға жағдай жасалған. Жергілікті шипайжайларға да барып тұрамыз. Мінекей 8 жылдай болып қалды. Бізге ауған соғысының ардагерлеріне коммуналдық қызметке кететін шығын үшін материалдық өтемақы төленіп келеді. Ал Павлодарда депутат атанғысы келетін жастардың саны артқан. Солардың бірі Сергей Прокопьев. Еңбек жолын 18 жасында ферроқорытпа зауытында бастаған. Бүгінде 32 жастағы азамат ТМД елдері арасындағы ең ірі зауытты басқарады. Қазіргі кезде Ақсу ферроқорытпа зауытында 6,5 мың адам еңбек етеді. Оның жетекшілігімен биылғы жылы өндіріс ошағында 2 пешті жаңарту жоспарлануда. Өз өмірін өндіріссіз елестете алмайтын Сергей Прокопьев Ақсу қаласының мәселелерін қалалық мәслихатта шешуге ниетті. Есть еще много значимых вопросов. Жедел шешімін табуы керек мәселелер жетерлік. Атап айтқанда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы олқылықтардың орнын толтыру, зейнеткерлер мен ардагерлерді қамқорлыққа алу, жолдардың сапасын арттыру жұмыстары бар. Бойымыздағы күш-қуатты бағыттайтын жұмыстар көп. Қазақстан азаматы және Ақсу қаласының тұрғыны ретінде бұл мәселелер мені алаңдатады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге жан-жақты қолдау көрсетуді басты бағыт қалған Мәдениет Қалтаев болса, Шарбақты аудандық мәслихатына ауыл партиясының атынан үміткер ретінде тіркелді. Шаруа қожалығының басшысы ауылдастарының проблемасын жақсы біледі. Бұрынғы мал дәрігері өзінің шаруашылығын бірнеше сиыр мен қойдан бастаған. Мемлекеттік қолдау арқасында қолындағы ірі қара саны 200-ден асты. 100-ден астам қой, 500-дей жылқы бағып отыр. Өзінің 25 ауылдасын жұмыспен қамтып, туған ауылында 2 бірдей дүкен ашып, наубайхана салған. Для нас важно. Біз ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсарып, өмір сүру деңгейінің артқанын қалаймыз. Ауыл шаруашылығы дамып, елдегі халықтың өмірі мейлінше жайлы болса екен дейміз. Сол үшін ауылдың инфрақұрылымымен жұмыс істейміз. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілердің, қала берді қарапайым тұрғындардың мәселелерін шешу жолында еңбек етеміз. Кандидаттардың қайсының үміті ақталып, депутаттық мандатқа ие боларын алдағы сайлаудың нәтижелері көрсетпек. Талғат Уәли, Рауан Омарханов, аймақ тілшілерінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.